қазақ отбасыларының балаларды өнерге беруіндегі қателік менің балам кімнен кем деп береді дейді. Өздігінен ұялып, арыз жазып, мен оқымаймын, шығып кетем, мынадан түк шығара алмайды екен деп кетіп барды. Сахнада күй тарту керек болса, қандай да бір аспапты орындау керек болса, ән айту керек болса, саған қарап отырған әкең мен шешең де көмектесе алмайды. Ақшасы көп болады. Мына жерде $1000 алса, ол жақтан $10,000 алатындай сондай қызмет табады. Рухани дүние деген тек қана барып, қызметке тұрып алып, театрға барып, театр көру, операға барып, ән тыңдау емес. Кетіп қалсақ, бұл елде кім қалады сонда? Ойбай, ана пәленшеге барып, Америкаға барып, қиратып, сол жерде домбырамен бәрін ұйықтатып, қазақты танылтып, ол өтірік нәрсе. Қазақтың ұлттық өнерін қазақтан басқа керемет, басқа бір Европа немесе Америка басына шығарып, аспандатып құрметтейді екен. Мен оған сенбеймін, бұл өтірік нәрсе. Бала не жеп жатыр? Халалдан ас жеп жатыр ма? Талай ата-аналарды көрем, үйіне келсе, түгел киімін сыпырып тастап, шортикпенен қызы отыр ма, баласы отыр ма, әйелі отыр ма, енесі отыр ма, мынадан былай шешіп тастап, рахаттанып отырады. Тек қана сөз айтып, мұғалім айтып, директор айтып, менің осы жерде лекция айтқанымнан бүкіл қазақтың баласы жоқ. Не деп жатыр? Қадағалау керек. Қазақтың үлкен ақсақалдарын көрем. Немерелерімен, күйеу балаларымен тыржалаңаш шомылып жүрді. Не деген сұмдық. Жаңағы киімін көгертіп алып беріп, мәшресін алып беріп, олай емес. Қарын тойғызу мақсат емес. Қазақтың психологы да, логопедте ата мен әже болады. Тіл болмай, бәрі бос сөз. Құдай саған ұрпақ берді ме, соны барынша адам етіп тәрбиелеу, ол сен парызың. Жас болсаң да, кәрі болсаң да. Армысыз, құрметті көрермен. Ұждан арнасының бүгінгі жаңа шығарылымы әдеттегідей әке мен бала тәрбиесі, ұрпақтар сабақтастығы және мәдени мұра отбасындағы бала тәрбиесі тақырыптарына арналмақ. Бүгінгі біздің қонағымыз өнертанушы, зерттеуші Ардаби Мәулетұлы. Ардаби мырза, әкелер алаңына қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Өзіңізге ең бірінші сұрақ, сіз туралы мәлімет іздеген кезде сіздің аталарыңыздың дәулескер күйші екенін, танымал күйші болғанын, одан кейін өзіңіздің әкеңіздің де сол өнерден алыс еместігін оқыдым. Енді сіздің қазіргі күйшілік мамандығыңыз ол ата-бабаларыңыздың жолын жалғастыру ма, әлде сіздің өзіңіздің жан жүрегіңіз қалаған мамандық па? Енді өнерге келген адам үшін айтатын болсам, жалпы бізде ұстазым Таласбек Әсемқұлов деген кісі күйшілік өнердің болашағы деген сияқты жалпы мына өнерменен әдебиетке, мәдениетке байланысты сыни мақалалар көп қой. Соның ішінде осы өнерге қатысты мақалаларының ішінде мынандай бір сөз жазады. Мына қазақтың қазақ отбасыларының балаларды өнерге беруіндегі қателік менің балам кімнен кем деп береді дейді. Ол өнер деген өз дариды. Қан арқылы, ген арқылы, мысалы мен өзім талаптанып, өзім соған бас ұрып, бой ұрып сөйтіп келдім. Мысалы кішкене кезімде біз ауылда өстік қой енді. Анамыз ертіп қонаққа ертіп барады. Жаңағы соғым басы бар, басқа бар. Сонда ол кезде енді бұрынғы қазақтар мынандай жерге дастархан жаймайды, жерге жайып отырған ғой енді. Сонда ана төрде гитара, домбыра көрсем, мен сол дастарханды кешіп барып ананы алуым керек екен. Сондай құмар болған, мен сол еміс есімде бар. Енді сол атадан қалған қасиетті, өнердің қасиеті шығар енді. Ел ішінде біз енді әкеміздің әкесін, атамызды көрген жоқпыз. Біздің өмірге келмей тұрған кезімізде өмірден өткен екен. Бірақ ол кісіні көрген ауыл адамдары әлі де бар, көз көрген. Сол кісілер менің қазіргі азды көпті тартып жүрген күйіме, әніме қарап жаңағы айтады. Сен сол үлкен атаңның аруағы қолдап, сол кісінің өнері саған жұқты ғой. Ол кісі күй тартқанда жылап отыратын деген сияқты. Енді ауыл көлемінде. Керемет жаңағы республикалық деңгейден емес, өзіміздің жасаған ортамызда ауыл ел көлемінде сондай бір аты шыққан күйші болған екен атамыз. Сондықтан бұл өнер деген нәрсені
үйреніп алады, ары қарай дайындалып шығарады деген ол бос сөз. Ол дайындалып шығаруы мүмкін, бірақ жасанды дүние болады ол. Бізді айтады ғой, асфальт басқан балалар, ауылдың балалары деген осындай қасиетке қаратып айтылған. Қонатын өнер бар. Әйтпесе енді домбыраны жек көретін қазақ бар ма? Керемет бәрі. Ол неге бәрі тарта алмайды? Өйткені ол қонады, екінің бірі тартып кетсе, ол ондай дүние емес қой. Сондықтан жақсы көрмейтін қазақ жоқ, бірақ неге тарта алмайды деген сұрақ туындайды. Ода бар қол, ода бар көз, ода бар бас, ми, бәрімізде де бар ғой, ортаға жаратылыс. Бірақ сондай қасиеті бар. Сосын өнердің жаңағы Таласбек ағамыз айтқан, өнерге баланы беру, баулу, менің балам кімнен кем деген ұстаныммен емес, табиғи талантына қарай беру дегеннің бір дәлелі. Біз енді колледжда оқыдым ғой, мен колледжден бастап Алматыда. Сонда бір балалар болды, атын атамай-ақ қояйын, енді өмірде бар. Бірінші курсқа енді 40 қиқымнан кеп жиналып оқуға түстік қой. Сонда жаңағы балаларға қарап мен қайран қалдым. Жаңағы бірінші класстың балаларына жаңа үйренген балалар сияқты еді. Колледждің деңгейі деген ол кәдімгідей тартып келу керек қой. Жаңағы музыкамен бірге беттері тыржиып тарта алмайды не бетке. Сонда мен ойлайтын, бұл қалай деп сөйсем, кейін сол балалар ешкім соларды қуалаған жоқ, өздігінен ұялып, арыз жазып, мен оқымаймын, шығып кетемін, мынадан түк шығара алмайды екем деп кетіп қалды. Кетіп бара жатқанда сұраймын ғой, сендер қалай түстіңдер, бұл қалай? Біз ананы бергенбіз, мынаны бергенбіз деген сияқты. Сонда бұны айтып отырған себебім, бұл өнердің қасиеті және бір. Мысалы, сахнада күй тарту керек болса, қандай да бір аспапты орындау керек болса, ән айту керек болса, саған қарап отырған әкең мен шешең де көмектесе алмайды. Талып қалсаң да сол жерде не болады? Жақсы болсаң да, жаман болсаң да сол жерде сахнада. Басқа салада жазатын, сызатын, есеп, мына математика, одан біреу көмектесуі мүмкін, сен орныңа біреу жазып беріп. Өнерде туған әкең мен шешең де көмектесе алмайды. Міне өнердің қасиеті. Не бар бойыңда, қандай талант бар, соны көрсетесің. Ол жерде саған жаңағы бармақ басты, көз қысты жасауға да көп адамның ары бармайды ғой деп ойлаймын. Өйткені көрініп тұр, не тартып, не қойғаның. Міне өнердің қасиеті осындай. Мысалға, қанша талантты, дарынды болып тұрса да, балаларын өнерге жібергісі келмейтін ата-аналар бар. Мысалға, көп кісілер сахнада қазіргі танылып жүрген кісілер өзінің балалық шағы туралы сұхбаттарды айтады ғой. Сонда жаңағы мен қанша талантымды көріп тұрса да, жібергісі келмеді, әкем жібергісі келмеді, анам жібергісі келмеді, бірақ сонда да мен осылай жарып шықтым деп айтып жатады. Негізі сол жалпы мамандық таңдауда болсын, әкенің, ата-ананың араласуы, бұған қалай қарайсыз? Әрине, әке балаға сыншы деген сөз бар қазақта. Ата-ана баланың бейімін білу керек. Әрине, ол туа салғанда білмейсің ғой, өзі қалыптаса келе бала 2-3 жасынан бастап өзі белгілі болады. Қай баланың қай салаға бейімі бар екен. Тіпті бір мектеп жасында айырып алуға болатын шығар, қандай. Бірақ қандай да бір менің өзімнің ата-ана ретінде айтарым, балаң қандай салаға бейімі бар, соны ұштау керек. Зорлық қылып апарып, баяғыда Таласбек ағаның бір сұхбаты бар ғой, неде берген, риясыз әңгімеде. Сол кезде айтады ғой, бір жазушылар бар дейді, мысалы, әріптестерім ренжімесін дейді да. Оларға мына қаламның бүйтіп сүйгектеліп жазып жатқан процесс ұнайды дейді. Оның жазған ешкімге керек емес, ешкім оқымайды. Өгіздің терісі сияқты тон-тон болып жатады, бірақ оқымайды, ешкім керек емес. Бірақ ана жазушыға сол процесс ұнайды дейді. Мүмкін ол одан бір керемет дәрігер шығармайды, мүмкін одан бір мықты механик шығармайды дейді да. Мына мамандық талдаудағы бағыт осылай болу керек. Әрине, ата-аналардың үміті, енді ешкім баласын жаман болсын демейді ғой. Арман асқақ, бәріміз де сондаймыз, сіз де сондайсыз. Бірақ дегенмен де баланың алып кете алатын, қазақ айтады ғой, көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама дейді. Сондай болу керек қой деп ойлаймын мен, бағдар. Екінші бір жағы бар осы неде. Ата-аналардың қазіргі мынау экономикалық заман билеген, мына заманда көп ата-аналар өнерді, музыканы бір ақшасы жоқ, қайыршы мамандық сияқты көреді. Ертең балам
должен алып ақша тапсын, басқа салаға барса керемет жаңағы жетістікке жетеді. Ең басты құндылық ретінде енді материалдық құндылықты қазір алдыға қойып жатыр ғой көптеген аталар. Сол тұрғыдан қарайды баласын. Бастық қылғысы келсе баласын бір саланың әкімі ма, министр ма, оның мақсаты тек ақша табу, жағдайын жасасын дейді. Негізі бастық болудың принципі ол емес қой. Ол елге қызмет ету керек. Солай емес па? Олай емес. Мысалы шетелден оқытқанда да сосын байқайсыз ба? Бізде мына біздің қоғамымыздың жалпы жағдайын көрсететін бір мәселе деп мен өзім пікірмен келіспейтін шығар көп адам. Мына спортқа беруді мен талай ата-аналарды байқаймын. Спортпен адам не үшін айналысады? Салауатты өмір салты, денесі түзу, денсаулығы мықты болып өссін деген мақсатпен ғой. Жоқ, бізде олай емес. Көп ата-ана ертең біреу алдыңнан шықса тұмсығын бір қойып жарып, бір жамандық шақырып тұрады да жаңағы. Қоғамда ертең біреу кездеседі, ана бір жау келгенде, қарақшы келгенде аузынан бір қойып соған дайын болуың керек дейді да. Ол спортпен айналысудың басты миссиясы ол емес қой. Мына жаңағы мемлекеттік қызметте де, басқа оқуда да жаңағы мысалы шетелге оқып жатыр, ертең көп ақша табады дейді. Басқа әңгіме айтпайды. Ол ертең жақсы білім алып, мына отанға, елге, ұлтқа, осы мемлекетке бір қызмет істейтін нағыз азамат болады деген мен естімеймін. Жоқ, ана Гарвардтан оқыса, ертең ақшасы көп болады. Мына жерде $1000 алса, ол жақтан $10,000 алатындай сондай қызмет табады. Келмей-ақ қой, сол жақта қалып қой деген сондай бағытты айтады. Екінші бір несі жаңа. Тек ақша табу керек болды дейді. Әрине енді ақша бәрімізге керек қой, экономика. Бірақ әр нәрсенің өзінің нормасы болады деп есептеймін мен өз басым. Жаңа әдетте айтамыз ғой, енді ол бос сөз емес шығар. Рухани құндылық пенен материалдық құндылық тең жүру керек деген сөз көп айтылады. Тең жүру керек болса, онда тек қана біз ақша табуды ғана ойламауымыз керек қой, екінші жағын да ойлауымыз керек. Рухани дүние деген тек қана барып қызметке тұрып алып, театрға барып, театр көру, операға барып ән тыңдау емес. Адам өзінен сондай құндылықтардың бір иісі шығып тұру керек менің түсінігімде. Ардабек мырза, енді өзіңіз де жақсы айтып кеттіңіз жаңа шетел туралы. Бізде жаңа білім берген кезде, білім алғанда баласының жаңа жақсы білім алған қалайтын ата-ана бірінші кезекте жаңа шетелді көздейді. Шетелде өзіңіз айтпақшы жаңа тұрсын, сол жақта өмір сүрсін, оның білімі бұл жақта не керек деген сияқты. Яғни жаңа материалдық дүниені ойлап жатады бірінші кезекте. Енді бұл жағынан алғанда сіз өзіңіз енді ата жұртқа аңсап келген адам ретінде не ойлайсыз, соны айтып жіберіңізші. Ата жұрт деген мысалға сіз үшін не, бұл ата жұрттың басты байлығы не? Біздің осы елімізді біз не үшін осы елде қалуымыз керек? Енді көптеген білім қуған, білімді ағаларымыз енді бұлай басқаша пікірді айтып жатыр ғой, қазір көріп жатыр мысалы. Білімді жастар шетелге кету керек дейді. Бұл жерде тұрмау керек дейді. Менің енді өзімнің бір бәлкім біреулерге ұнамайтын шығар, біреулер сыни көзбен қарайтын шығар. Сонда бәріміз кетіп қалсақ бұл елде кім қалады сонда? Деген сұрақ туындайды. Қарапайым ғана мысалы. Сіз ойлайсыз ба, сол шетелге кеткеннің бәрі қалып қала алмайды. Жас келеді, бас ауырады, балтыр сыздайды. Бәрібір өз туған елің, жұртың, ол бір үйреншікті сөз сияқты, екінің бір айтады бұл сөзді. Бірақ кәдімгі ұлттық сананы меңгерген, ұлттық дәстүрді білетін, ұлттық руханияттан аз болса да хабары бар адам үшін, Қазақстанда туылған қазақтың баласы үшін, немесе қызы үшін, осы Қазақстаннан артық жер жоқ деп ойлаймын мен. Бізде енді бірінші Алла, екінші тәуелсіздіктің арқасында келдік қой, маған міне 21 жыл болды келгеніме. Мысалы мен айтар едім тәуелсіздіктің арқасы деп. Бірінші Алла, себебі енді мен туып өскен әзір Қытайға қарасты жерде жасап жатқан қазақтардың саны аз емес. Мен мысалы 2-3 класс оқығанда
бірінші класс оқығанда 1,5 миллион болатын, сол 30 жылдан бері әлі 1,5 миллион. Ол өспейді, өшпейді, мүмкін емес қой. Ал енді ол жақта жаппай шежіре шығарды мысалы қазақтар. Осы үлкен рулар, ұсақ руларға дейін. Сонда ол шежіренің бір жақсы, қыз кім, ер бала қанша, қай рудан қандай қыз ұзатылды, кім келін болып түсті, бәрі жазады ғой енді ол жерде. Сонда өз қазақтың ұзын саны бір 5-4 миллионға таяйды деп естимін мен. Енді жаңағы шежіре мәліметінде. Сондай үлкен қауым бар жерден келдік қой. Сол қауымның ортасында мысалы күні бүгінге дейін тиісті телеарналары бар, радио хабарлары бар, ғылымы бар, білімі бар, өнері бар, өркениеті бар. Ол жақта да мысалы бәленбай миллион қазақ жасап жатыр. Сол қазақтың ішінде мен осы өнертану саласынан алғашқы докторлық қорғаған адаммын. Сол жақта қазақтардың осы тәуелсіздікте келгенінің ішіне де совет заманындағы болсын, қазіргі сол жақта тұрып жатқандардың арасында болсын. Енді ол жақта қазақтың бәрі мисыз емес қой. Қаншалаған дарынды адамдар шықты. Бірақ сол докторлық қорғау ең алғаш менің бағыма бұйырыпты. Ол да болса тәуелсіздіктің арқасы мысалы. Колледжден бастап докторантураға дейін мен білім алдым осы Қазақстанда. Жаман болған жоқпын. Мен салтпас сабауғамшы келген студент болып, жап-жас жігіт болып. Қатын алдық, балалы болдық. Астанада тұрып жатырмыз. Ел жұрт тұрып жатқан, президент тұрып жатқан жерден одан артық мен білмеймін. Мен мысалы шетелге барғанда не істеймін мен мысалы. Біреулер бар, бізде мына өнер саласында бір қызық тенденция бар да, мен таңғаламын. Жаңағы оқыдық қой енді бәленбай жыл. Мен мынандай бір өтірікке сенбеймін. Ойбай, ана пәленшеке барып Америкаға барып қиратып, сол жерде домбырамен бәрін ұйықтатып, қазақты танылтып, ол өтірік нәрсе. Қазақтың домбырасы, күйі ең бірінші қазаққа керек. Сенің тыңдарманың, сенің қадір қасиетіңді осы қазақ халқы біледі. Ол жарайды, бір сәттік. Енді біздің елге де мысалы мен шабытта оқып жүрген кезде, мына Қазақ ұлттық өнер университеті, қазір Күләш Байсейітова апамыздың атын берді ғой. Бір Моңғолиядан бір концерт келді, моңғолдардың. Көшпелі халық қой енді. Содан зал болды, Шопен деген, Шопеннің атындағы әйгілі. Сол залда концерт болды, барып көрдік. Содан ана жерде әрең отырдық. Сасып кеткен залдың іші бір қапырық иіс алып кетті. Сөйтсек ана моңғолдар теріден киім киген, ұлттық киім. Терілерді илемей шик теріден киеді екен да, ана терінің иісі екен ол. Кейін сақанаға барып амандасқан сол кезде білдік. Сонда енді біз сендер сас кетіпсіңдер, ойбай, сендер жаман екен деп таста кетіп қалмаймыз ғой. Ой, керемет, сендердің өнерлеріңнен асқан өнер көрмедік. Міне ғажап деп сылап сипап шығарып салдық. Бұл мына саясаттағы дипломатия сияқты өнерде де дипломатия бар ғой. Сондай құрмет көрсетеді. Жалаңаш жүрген африкалықтарға барып концерт қойсаң да, ой, керемет дейді. Соны кеп мына жаққа көз қылып айтады да, сосын соны жол қылып алады, бір ақша жұмсаудың кешке дейін сандалып сол жаққа. Жарайды, бір құрметтейді, мен айта алмаймын қазақтың ұлттық өнерін қазақтан басқа керемет, басқа бір Европа немесе Америка басына шығарып аспандатып құрметтейді екен. Мен оған сенбеймін, бұл өтірік нәрсе. Бұл ақша табудың жолы қылып алған көп біздің осы үлкен апа ағаларымыз атын атамай қойған университет басқарып отырған, қолдарында мүмкіндік болған кезде соны ойбай қазақтың өнерін дамытамыз, апарып шетелге насихаттаймыз. Бұл ақша құртудың бір жолы, әдемі жолы. Жарайды, енді дипломатиялық қарым-қатынас, мәдени қарым-қатынас бола береді ғой. Енді сонда соншылық өтірік айтуға бола ма енді? Бір Қазақстанға керек емес, біз ана жақта керемет басына шығарып, ұшпаққа шығарып жатыр деген ол өтірік нәрсе. Мысалы, сосын мына өнер саласында мынандай бір қызық нәрсе бар. Мен оқып жүрген кезде осы шабыттарда жаңағы скрипканың концерті болады. Немесе оқу орындарының жаңағы ректорлар қызық айлап, жылдап, осы жалынып, жалпайып президентті шақырады. Талай көрдім. Сонда сен отырсаң да апарады, отырмасаң да апарады. Сондағы мақсаттары университеттің алға қойған стратегиясының
жоспарлаған сол кезге дейін жоспарланған дүниенің бір нәтижесін көрсету, немесе алда жоспарланған бір дүниелерді президентке, елге көрсетіп, содан бір ұжымдық деңгейде бір жаңағы нәтижесін талқылау емес. Мен талай көрдім, президент келеді, келіп қол шапалақтап, ол кісі жай келмейді ғой, қайсы президент болса да мысалы. Қолдау көрсеттік, міне жақсы осындай деп шығып кеткеннен кейін жаңағы ректор репрессия бастайды университетте. Кім ұнамай жүр. Сосын бізде мына өнер адамдар қызық. Бұл президенттің адамы дейді. Менде президент жоқ сияқты, сізде президент жоқ. Сол ана университеттің басшысы, сол президент соның ғана адамы сияқты ойлайды да. Міне осындай бірінші осы нәрсе. Сосын жаңағы кетеді да президент. Қол шапалақтап, ризалығын беріп, қолдау көрсетіп, анау сонан кейін анау ойына келген істейді. Қудалайды. Осындай дүниелер. Соны бір үйреншікті, сондағы мақсаты бәленбай жылда президенттің уақыты жоқ қой. Оны итшілеп айтып, адам салып, таныс салып, президент әкімшілігіне, аппаратына айтып, таныс біліске шақыртады. Келеді енді, рахмет президентке. Сондағы мақсаты анандай мақсат. Мына өнерді өркендетейік, мынандай жастар бар, мынандай деген не жоқ. Өзінің бір миссиясы болады жаңа басшының. Ол миссия университеттен асып жаңа шетелге кетеді. Шетелдегі жаңағындай нәрсе. Жарайды енді конкурсқа барып жатыр жастар, лауреат болып жатыр. Не болыпты енді? Ондай конкурс біздің елде де жүріп жатыр ғой, мысалы. Сондықтан мен өз салам бойынша мен шетелге барып біреуді таңғалдырып, ол жерде мен қазақты паш етем, ол бізді басына көтереді деп мен айта алмаймын. Өтірік нәрсе. Қазақтың ұлттық өнері, күйі, әні осы қасиетті қазақ топырағына, қасиетті қазақ халқына ғана керек. Жаңағы ел кісі елінде сұлтан болғанша өзіңнің еліңде ұлтан бол деген сол бір мағынасы мысалы. Солай айтар едім. Ал біздің қазіргі таңдағы мынау таланттарды тани алмайтын елміз деген стереотипке не дейсіз? Мысалға қазір көпшілік осы шетелге барып танылып келіп, одан кейін барып қазақтар мойындап жатыр ғой. Сол үшін де шетелге бармай ма? Енді ондай да айтылады. Енді ел болғаннан кейін неше түрлі пікір болады, неше түрлі көзқарас болады. Мына байқап отырсаңыздар, талантты адамдардың өзі өнердегі жолы сондай бір бұралаңнан өтеді. Ол былай қарағанда бір табиғи құбылыс сияқты сезіледі маған. Мен де сол келе салып, осы маған қолыма бір докторлықты беріп, талай мысалы отыра қалған жоқпыз ғой. Студент болдық. Жатақханада мен 10 жылдан артық тұрдым. Мысалы бала шағамды сүйреп те тұрдым. Қаншама қиыншылық көрдік. Сіз ойламаңыз, осы күйінде галстук тағып өсіп кеп бола қалған екен. Олай емес. Димаш әрине ұлы талант. Ең әуелі Құдай берген Димаш бауырымызға. Жарайды, мына жерде бермегенменен, мына жерде бағаламағанменен, Құдай оның жолын ашты. Біз солай түсінуіміз керек. Талант әлгі өткір кездік қын түбінде жатпайды дейді ғой міне. Бәрібір ол жарып шығады. Жаңағы неше түрлі шетелге барып бағаланып келіп жатқан таланттар да сондай. Бірақ жарайды, бір мемлекетке барып орын алып келсе, оны бүкіл жаңа қазаққа кері жағынан қазақ бағаламады, қазақ білмеді деп айту дұрыс емес. Қандай талант болса да халықтан үлкен ұғым, халықтан үлкен кие жоқ. Халық бәрібір бағалайды. Шынымен де ол талант болса. Талантсыздар да бар ғой, неше түрліні жасап кететін мысалы. Сондықтан енді көп болғаннан кейін бізде ақпараттық еркіндік, журналистер мысалы қазір оның үстіне соңғы осы ақпараттық заманда өзі кесіп алып, неше түрлі алдыңғы сөзді артқы сөзге қосып, түймедей етіп те жаңағы лайк жинау үшін, өзінің бағдарламасының бір көрермен молайту үшін де солай жасайды ғой. Сондықтан әртүрлі не бар да бұл жерде ситуация. Ал жалпы шынымен де Құдайдан дарыған талант болса, оны ешкім көміп тастай алмайды. Ол шығады түрінде. Сіздің қазір енді зерттеушілігіңізге келейік. Осы
бұл жаңа ғылым жолында жүру, иә, ғылым жолында жүру, ғалым болу, қазіргі таңда біздегі ғылым, енді айтады ғой, қазақта қазір ғылым деген өте қиын жол, одан кейін оған баратындар да аз. Одан бөлек жаңағы ән, күй, мынау шоу-бизнес деген сияқты соларды дамыту бізде қолға алынып кетті, ал ғылымға ешкім барып жатқан жоқ деп. Енді осы ғылым жолын таңдайтын жастар болса, соларға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Өзіңіздің жүріп өткен жолыңыз туралы айта кетсеңіз. Негізі енді ғылыми сала болсын, қандай да бір сала болсын, енді сол маман үшін әрине экономикалық бағытты да көздейді ғой, жаңа рухани салада да болсын. Осы тұрғыдан айтатын болсам, бізде Қазақстандағы ең бір ақшаның көп құйылған, ақшаның көп айланымға түсіп жатқан жері бұл ғылым саласы. Жастарға айтарым. Мысалы, мен Евразияда осы Евразия ұлттық университетінде 3 жыл сабақ бердім жастарға. Сол жаңағы жобаның аясында жас ғалым деген жобаны бұйырды маған. Осы бірінші этабындағы жобаны ұтып алдым, қателеспесем 2022 жылы. Президенттің өзінің жастарға арналған жобасы ғой. Ана үлкен егде тартқан, қалыптасқан ғалымдарменен бірге қатысып, кешке дейін құлап ала алмай жүрмесін деп жастарға қолдау береді. Ол жоба әлі жүріп жатыр. Ол керемет жоба негізі. 40 жасты қоса алғанда. Мысалы, сіз де ертең докторант болсаңыз, немесе докторлық қорғасаңыз, жасыңыз 40-тан аспаса, сіз де бере аласыз. Белгілі. Ол жобаңыздың беретін жұмысыңыздың жаңағы маңыздылығына да байланысты. Ол жерде әйтеуір жоба берді екен деп ала салмайды, оны онлайн тапсырасың. Жаңағы сосын онлайн оны жаңағындай бағалайтын комиссиялар бар, оны білмейсіз кім бағалап жатқан. Сонда мен жастарға сол ЕНУ-да жүрген кезде мен өзімнің азды көпті жаңағы жобамен істеп жатырмын ғой. Мен жастарға айтамын, қыздар, жігіттер, жақсы оқыңыздар, білім алыңыздар. Мен де студент болдым ғой колледжда, университетте. Әрине жұмыс керек шығар. Біреуіңіздің отбасыңыз жағдайыңыз төмен шығар, әке-шешеңіздің жұмысы онша емес шығар. Біреуінің әке-шешесі жоқ, біреуінің әкесі жоқ, шешесі бар мысалы. Әртүрлі фактор бар. Бірақ оқуға келдіңіздер ме, білім алатын кезде білім алыңыздар. Бізде ақшаның көп бөлініп жатқан, соңғы кезде енді президенттің өзі тікелей ішкі өнімнің бәленбай пайызын аударуға нұсқау беріп отыр ғой. Мынау ғылым саласы. Әр сала бойынша. Соған не жазыңыздар, грантқа жаңағы жоба жазыңыздар, шетелге қаңғып, жарайды, шетелге де бұйырып оқуға түсіп, ары қарай білімін жетілдіріп жатқан жастар да көп қой. Бірақ бізде дым жоқ, бәрі шетелде екен деу дұрыс пікір емес. Бізде бар жолын тауып, мысалы, шынайы ол жоба жазу, ғылыммен айналысу деген сөз жаңағы білім инемен құдық қазғандай деп бабаларымыз бекер айтқан жоқ қой. Оған отыру керек, жүйке керек, түнді түндемей, күнді күндемей сен сол мына компьютердің алдында көз майыңды тауысып, бәленбай кітапты кеміріп, бәленбай жобаны өткен қарап, тәжірибе ретінде қарап, соның бәрі жұмыс қой. Көп адамдар, жастар жүйкесі шыдамайды. Содан кейін жаңағы, енді сіз көріп отырсыз ғой, қазір жас буынның мен таңғалатыным, мысалы, мен ең алғаш қызметке тұрғанда Астанада, сіз айтсам қазір күлуіңіз мүмкін, мен 9.000 теңгемен қызметке тұрғам осыдан 2009-10 жылдарда 10.000 теңгемен. Одан лаборант болып тұрдым бірінші. Ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, сөйтіп докторлық қорғап. Меніңше, ол енді шарт деп айтсам артық болатын шығар. Жастарға, мен қазіргі жастардың несі жақсы, ойлары, ынтасы жақсы да, бірден оқу бітіргеннен кейін 1 миллион теңге алып, бірден жарқыратып үй алып, бірден машина алып, былай жүргісі келеді. Ондай мүмкіндік болса, әрине жүрсін. Бірақ өзі осы әр нәрсенің өзінің этабынан, басқышынан өтіп келген дүние, өз қиындықпен келген нәрсе, бәріне мен қиындық тілеп айтып отырған жоқпын. Өзінің ыңғайымен келген нәрсенің қадірі болады. Бізде болды, мен осы университетте оқыдым ғой, Шабытта. Атын атамай-ақ қояйын, біз қаңғып, үй жоқ, жатақханада жоқ. Сонда да оқуды тастамай, тоқтылы, аштылы оқып жүрген кезімізде әке-шешесі үй алып берген балалар болды. Өмір сабаққа келмейді. Жатады үйде, ұйықтап, ұйқысы қанбайды.
Бізде үй жоқ, күй жоқ, біз тыраштануымыз керек. Стипендияны тығып, соны тұрғын үй жинақ банкіне құйып, мен міне 21 жыл болды, мен ешқандай үкіметтен үй алған жоқпын. Ешқандай бір керемет стипендия бірдеме алған жоқпын. Бірақ сатып ала алмайтын, мен Құдайға тәуба айтып отырмын ғой. Алланың бұйрығы, Қазақстанда мен 13 жыл білім алдым. Тегін. Проезднойды да алдым, берді, көз жұмбаймын. Бірақ мен үй бермеді деп шалқалап, мен айғайлап атқан жоқпын. Бірақ есесіне соны аузымыздан жырып жинап, Құдайға шүкір, ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Жастардың айтып отырмын ғой, тәбеті, тілеуі жақсы, жетсін, әрине тілектесін, бірақ әр нәрсенің өзінің ыңғайы болады. Мен бөлім басқарамын музейде. Бізде де бар жас қызметкерлер. Осы жаңағындай болып бірден байып шыға келгісі келеді. Ол меніңше ол мүмкін емес нәрсе. Өзінің қайырымен, берекесімен, өзінің етабымен келген нәрсе, ол тәтті болады деп ойлаймын. Өзіңіздің балаларыңызға да солай насихат жасайсыз ба? Әрине. Мысалға Мен балаларыма артық ақша бермеймін. Өйткені интернатта жатып оқиды, 5 уақыт тамағы бар. Алма сол күні дейін береді. Қарны тоқ, киімі көк, жақсы, тек сабағын оқиды. Мереке, мейрамдарда береміз. Мұқтаж болмаса мен неге беремін? Керісінше оларға жинаңдар деймін. Өздерінің аттарында шоттары бар. Жасайды, жинайды. Мысалы. Енді біз бала тәрбиесі дейміз да, бала тәрбиесінің тек басты әке тәрбиесі дейміз. Әрине, оның бәрі маңызды, бірақ мен мына бір нәрсені айтқым келеді енді. Көп адам ұнамайтын шығар. Бала тәрбиесі тек қана әке мен шеше дастарханда отырып алып, ақыл айтып, немесе мектепке барып жиналып, сол жерде ақыл айтып, сол белгілі бір топтарда ғана жұмыс істеумен шектеліп қалғанбыз біз қазір. Бала не жеп жатыр? Халалдан ас жеп жатыр ма? Біз халал нәрсе беріп жатырмыз ба? Халал деген әке шешенің тапқан рызқысы қайдан келіп жатыр? Өте маңызды нәрсе. Мен әсіредіншіл емеспін. Одан кейін бала қандай ортада шомылғанынан бастап, біздің қазақ ешқашанда, мен талай ата-аналарды көрем, үйіне келсе, түгел киімін сыпырып тастап, шортикпенен қыз отыр ма, баласы отыр ма, әйел отыр ма, енесі отыр ма, мынадан былай шешіп тастап, рахаттанып отырады. Осындай дүниелерден бастап қарапайым киім кию, енді отбасындағы сөйлеу, осындай қағидаттардан бастап қолға алу керек қой деп ойлаймын. Не жесең содан тұрасың дейді. Қайда жасалып, қайда өндіріліп жатқаны белгісіз. Шошқаның етін қосып жатыр ма, өлген малдың етінен жасап жатыр ма, колбасаны былшылдатып жеп, содан. Сіздер ойламаңыздар, тек қана сөз айтып, мұғалім айтып, директор айтып, менің осы жерде лекция айтқанымнан бүкіл қазақтың баласы жоқ. Не жеп жатыр? Қадағалау керек. Мен интернатта балаларыма ешқашанда колбаса жемеңдер деп, мен білмеймін оны. Ет жегенге өліп бара жатсаң, мен саған апарып берем, немесе үйден келгенде жейсіңдер. Өте маңызды нәрсе. Мен соны айтар едім. Сосын мен ешқашанда, балаларым ер жетіп қалды қазір, Құдайға шүкір, кәмелет жасына толайым. Мен ешқашанда балаларымды моншаға ертіп бармаймын. Өзімді жалпы моншаға бармаймын. Ұялам. Мен арым жібермейді. Ана жерде біз қараңызшы, келін менен атаның арасындағы не болған бізде, керемет. Жаңағындай айттым ғой мен алдында бір сұхбатымда да. Сәлем салу, әдеби ба, киім кию мәдениеті бар ғой бізде, жоқпыз ба, біз жоқ. Бар ғой. Бар. Соның бәрі неге қойылған? Соның бәрінде үлкен әдеби ба, сыйластық бар. Мен моншаға барам, қазақтың үлкен ақсақалдарын көрем. Немерелерімен, күйеу балаларымен тыржалаңаш шомылып жүрді. Не деген сұмдық. Ондай ортадан қалай сен балаңа тәрбие айтасың? Баланы тәрбиелеу тек қана жаңағы киімін көгертіп алып беріп, мәшресін алып беріп, олай емес. Қарын тойғызу мақсат емес. Мен мүмкіндігінше осының бәрін, мысалы, мен осы әңгімені бір жерде айтып отырсам, қазір консерваторияда ұстаздық етеді, үлкен қазақтың үлкен күйші ағамыз бар, Мұрат Әбуғазы деген. Осы әңгімені тыңдап отырып маған айтады:
Ардаби, мен таңғалып отырмын, не болды десем, ол кісінің әкесі 62 жылы арғы беттен келген екен. Керемет күйші болды, Қазен деген ақсақал. Біз өзі 5-6 ұлмыз дейді отбасымызда. Әкеміз міне 80 бәленбайға келіп, ол кезде тірі әкесі, осы бірнеше жыл болды қайтыс болған ақсақал. Үлкен өзі күйші адам, сол кісіден дарыған ғой балаларына ән мен күй. Бір баласын моншақ етіп бармайтын дейді. Өйткені әкенің орны әке. Біз дінде де бар ғой, әйел адам, ер адам балалардың алдында әуретін жауып жүру керек, таза жүру керек деген. Міне осындай қағидатты біз қайырып тастағанбыз. Кеп айта береміз ана мына, сосын мына салт дәстүр, әдеп ғұрыпқа қатысты дүниелер ғой осының бәрі. Біз мектептен, балабақшадан бастап үйретейік деп айтамыз ғой. Жақсы, бұның бәрі ронға айланып кеткен. Жай, қазір екінің бір айтады, үйту керек, бүйту керек. Сіз ойлайсыз ба, біздің мектеп пен балабақшада осы салт дәстүр, әдеп ғұрыптарды меніңше мамандар дайын емес. Салт дәстүр, әдеп ғұрып деген ауызбен айтатын нәрсе емес. Практикада жүру керек, өту керек одан. Одан өтті ма біздің қазіргі мамандар? Біле ма? Жарайды, біреудің кітабын оқыған шығар, анынан көрген шығар, мыннан ол болмайды. Ол кәдімгі практикадан өту керек. Маған Құдай тағаланың бір бұйырғаны, менің суреттерімді отбасымдағы, менің кішкене кезімде көрсеңіз, мен бір 19 ғасырда өмір сүрген адам сияқтымын. Оны мен ұстаздарым да айтқан, Ардаби, сен 19 ғасырда. Біз сондай көшпелі тұрмыста өстік. Маған ол қиық емес, мен бәрін білем деуден аулақпын. Өзім өскен ортада қазақы тәрбиенің мен практикасынан өткен адаммын. Бізде неге ұлттық тәрбие, салт дәстүр, әдеп ғұрып қазір парламенттің деңгейіне дейін айтылып жатыр ғой? Неге орындалмайды? Сол практикадан өткен адам бос орындалады, болмаса қалай орындалады? Сөзбен айта беруге болады бәрін. Бірақ істеп көрсету керек қой. Осы жағынан да біз ұтылып отырмыз ғой деп ойлаймын. Жалпыласпай жатқанның бір себебі осындай ғой деп ойлаймын мен. Сондықтан бала тәрбиесі деген нәрсе, отырып алып балам үйт, балам сүйт емес. Оның енді бала тәрбиесін айтып отырмын ғой, өте көп факторлы жағы бар. Көп қыры бар, жаңағы айтып отырмын ғой. Сөз сөйлеуден баса, мысалы мен есіктің алдына шығып отыра алмаймын скамейкада, орындықта. Өзімнің баламнан жасты кіші балалардың айтқан ауызынан ақ ит кіріп көк ит шығатын естігенде мен өне бойым шымырлайды. Отыра алмаймын есіктің алдында. Ұрып жібергім келеді, кәдімгі жыным келіп. Ауыздарын шымшып алғым келеді. Неге? Оның отбасында сондай нәрсе айтылады. Әкесі шешесін сөйтіп боқтайды, сыбап. Шешесі де нетпейді. Міне осындай нәрсе. Енді біздің қоғам, біздің қазақы орта боқтамайтын, жаман сөз айтпайтын, әкеңді шешеңді білмейтін бала көрсе, не нормальный бала деп ойлайды. Біз сондай деңгейге түсіп қалғанбыз. Сау адам, дұрыс адам жаңағындай спортқа береді деп отырмын ғой. Ұру керек ол. Мұрнын бұзу керек, жазалан жаңағы қолынан келген жаңа жұдырықтау керек. Сонда ол керемет. Жаңағы Совет үкіметінен қалған не бар ғой, жаңағы бізде әскери сарапшы азамат бар, Амангелді Құрметұлы деген. Білетін шығарсыздар. Сол кісінің әскери сараптамаларын анда-санда бір тыңдаймын. Ол мына әскердегі өлім туралы айтты да бір кезде. Бұл қайдан келді дегенде мен Амангелді мырзаға өте ризамын. Оның түпкі себебі деді, бұл Совет үкіметінен қалған криминалдық қылмыстың ұшқындары деді. Өте дұрыс айтып отыр. Мен колледжден бастап оқыдым. Мен сырттай өсек айтып отырған, колледжден бастап оқығанда бізде студенттердің өзінде, мұғалімдердің өзінде мына жақсы адам, мықты жігіт деген дәрежені төбелескіш, мұрным бұзғыш, жаңағы старшак деген болды. Сабап, елге ұйқы бермейтін, тамақтың ішкізбейтін, киімі болса тартып киіп алатын, сондай бір бұзақы бандиттарды, соны жақсы жігіт деп қарайтын. Мұғалімі де сондай болатын. Бүкіл қызы да, ұлы да, мен сонда таңғалатын. Жаңағы Амангелді мырзаның айтып отырғаны сол. Жаңағы зомагерлік, қарақшылық, жаңағы ұру соғу, төбелес құмар адамды біз керемет батыр,
Қабанбай бөгенбайдың деңгейінде сондай деңгейге түсіп қаламыз. Біздің бала тәрбиемізде сондай. Айтып отырмын ғой, спортқа жіберетін ата ананың ең бірінші мақсаты қазіргі, ертең біреу алдыңнан шықса тұмсығын бұзып алдыңнан шыға, сол үшін ғана. Мен білмеймін, сонда бұл қоғамда бір тыныштық, бір жақсылық ойлауға болмай ма сонда? Мысалы, көрдіңіз бе, осындай көп түрлі фактор бар бұл жерде. Біз ата аналар өзіміз дұрыс емеспіз, кешіріңіздер. Біз өзімізді түзеуіміз керек. Жаңағы ішкен тамақтан бастап, күнделікті тіршіліктегі жүретін неше түрлі бағыттарын бәрін қадағалап отыруымыз керек. Ол сонда дұрыс адам болып өседі. Ол мүмкін ата-ананың білместігінен шығар. Ондай нәрсені білмегеннен кейін қалай дұрыс екенін білмегендіктен сондай іс-әрекетке баратын шығар. Ал енді осы соның барлығын біз көп рет солай көп насихаттасақ, жиі насихаттасақ, ертең бір тәрбиеміз дұрысталмай ма? Әрине дұрысталады. Бұл оның бәрі жаңағы әдет болып қалыптасқан нәрсе ғой енді. Әрине ол жас бала деген жас еккен тал сияқты ғой. Бұлай қисайтсаң, бұлай қисайып өседі. Ер-қиыр қылып байлап қойсаң, сол ер-қиыр болып өседі ғой талдың өзі. Сол сияқты бұтағын күзеп, жапырағын керек кезде арам бұтағын алып тұрсаң, ол дұзу болып өседі. Өз еккен ағашты сөйтіп бауламай ма? Мына жас буында сондай нәрсе да. Менде де қателік бар шығар ата ретінде. Мен кереметпін, әулиемін, керемет жаңағымын деп айтпаймын. Бірақ жаңағындай нәрселерді біз ескеруіміз керек. Біз бір жақтылы ғана қараймыз, тек қана сабағын қараймыз, бес алып келді ме. Сосын байқайсыз ба, ата-аналар өтірік бес алуға құмар балаларына. Сатып алады бесті. Ол не болды сонда, сен қандай бесіктен белің шықпаған, мұрнының боғын сүрте алмайтын балаларды өтірікке баулайды. Менің курстастарым болды колледжде оқып жүргенде. Күй тарта алмайды. Бірақ бес алғысы жылап еңіреп, Құдай-ау ботадай, мен айтпай жындысыңдар ма? Сонда не болды? Бес алмасаң мен өліп қаласың ба? Сол мен сөйтсем, ол колледжға дейін қалыптасқан нәрселер екен, мектеп қабырғасынан. Қазір ата-ана мысалы баладан қорқатын, мұғалім баладан қорқатын заман болды. Сондай бір үрдіс қалыптасты. Заң бойынша да соған әкеп тіреп қойды. Мен білмеймін одан қандай не болатын. Мысалы, мен балаларыма қаталмын. Мысалы, біздің отбасында бір нәрсені айтайын. Менің жаңағы жолдасым, мысалы, мен мына қалада болмасам, жарайды. Қалада болсам, кешкі асқа бір сағат кешігіп келсем де балалар тамақтандырмайды. Әкелерің келгеннен кейін ішесіңдер. Мен әкелері отырмай, балаларға тамақ жоқ. Сондай принцип бізде. Өйткені ол мен үйреткен жоқпын оны, оның анасы солай үйреткен. Әкелерің келмей дастарханға келмеңдер деген. Әкелерің ішіп болғаннан кейін, мысалы, кейбір енді жұмыс басты болып, бір қарбалас болып кеткен кезде де шаршап жүргенімді білсе, кейде маған дейін беріп қояды. Ішіп алып кетіңдер ана үйге деген, мысалы. Ауызашар болды, ораза ұстадық қой, мысалы. Мен ауыз ашатын кезге дейін оларға беріп нетіп. Сондай бізде мен қойған принцип емес ол. Ол ана жолдасымның маған дейінгі көрген тәрбиесі ғой енді. Сондай дүниелерді қалыптастыру керек қой деп ойлаймын. Ал өзіңіз сіз балалармен жиі әңгімелесесіз бе, әлде тек қана іс-әрекетіңізбен көрсетесіз бе? Көп жағдайда сіз енді ана ретінде өзіңіз де білетін шығарсыз, балалар ұл болсын, қыз болсын, әсіресе кішкене кезінде анасымен сырласқанды жақсы көреді, бейім тұрады балалар. Мен енді көбінде ұл балаларымды өзіме қарай нетем, тартам. Ұл болып өссін, еркек болып. Қолымнан келгенше экспедицияларға ертіп шығамын, мысалы, үлкен ұлымды 13-14-ке келді ғой. Солар жаңағы ел көрсін, жер көрсін, есінде қалсын деп. Қыз баланы енді ол анасы өзі нетеді, айналысады. Мен енді барынша әрекетімді де көрсеткім келеді. Өнермен баулимыз, екеуі де Құдайға шүкір музыкалық неде оқиды. Ұлым домбырада, қызым фортепианода. Орталарда жақсы, өнердің ортасы жақсы ғой. Оның балалары да басқа, мысалы. Бұрын жай мектепте оқығанда өте қиналатынбыз. Жай мектептің ортасы мүлдем басқа. Жаңағы
білмеймін, біз енді демократия дегенді мен өзім түсінбей қалдым шын айтқанда. Аузына келгенін айтып, ойына келгенін істеу сол демократия деп ойлайтын сияқты бізде. Сондай болып кетті ғой жай мектептердің ішіне келсем. Мысалы, сен үлкен келе жатыр ма, кіші келе жатыр ма, қарамайды ғой балалар қазір. Кәдімгі алдыңа келсең соғып кете береді мысалы. Ондай нәрсе болған емес қой бізде. Болмаған ондай нәрсе мысалы. Сондай дүниелерден бастап сіңіруге біз балаларға барынша айтып отырамыз мысалы. Үлкенді сыйлау, үлкенге сәлем беру деген сияқты мысалы. Ондай нәрсе мысалы қазақ мектептерінде бар шығар. Орыс мектептерінде мен мысалы айта алмаймын. Орыс мектептерінде тек орыстың балалары емес қой. Бізде керісінше Қазақстанда қалаларда Астана, Алматыда орыс мектептерінде орыстан қазақ көп қой оқитын мысалы. Әртүрлі топтар бар, әртүрлі ұйымдар бар деген сияқты баланы тартып алып кететін неше түрлі жаңағы ойындарға құмартып жатады балалар. Енді осы жерде мысалға ата-ана не істеу керек? Мысалға қалай болу керек баласын қазіргі кезде мысалға көп адамдар, көп ата-аналар мысалға солай қорқынышта билеп ата-аналарға сұрақ қойсаңыз, сұрасаңыз, ертең балалардың болашақ үшін қорқамын деп жатады. Әрине, мен енді оның бір үлкен несін өзімнің ойым енді. Біз осындай нәрселердің бәрін осы қалаға келіп көріп жатырмыз ғой. Ауылдың мектептерінде бар ма ондай нәрсе? Жоқ қой. Ойындар жоқ. Біреу арнайы біреу ол есіктерін алып ауылға да бармайды енді. Ауылдан біреу айналыспаса сондаймен. Осы көшпелі тұрмыстан қалай айырылдық? Әрине, дамыған, осы заманға бейімделген қалада тұрып жатырмыз ғой енді бәріміз де, керемет дейміз, бірақ сол кереметке қарай екінші жағы жаңағындай үлкен мәселелер көтеріліп жатыр. Енді мен өзімнің ойым енді балаларды мүмкіндігінше бос қоймау керек деп ойлаймын. Бос уақыт бермеу керек балаға. Ол бала шаршап қалады, ойбай үйтіп қалады, бүйтіп қалады дегенге мен келіспеймін. 8 сағат оқып, түнгі бәленбайға дейін оқитын да мемлекеттің балалары бар мысалы. Сондықтан бала жаңағы оқуынан тыс кезде мүмкіндігінше белгілі өзінің бір сүйікті ісімен айналысу керек қой деп ойлаймын. Мысалы біз қосымша сабақтарға береміз. Сосын енді бізде енді байқайсыз ба, бізде психолог деген мамандық болмаған қазақта. Сосын логопед деген мамандық болмаған. Ол кейін пайда болған нәрселер. Психолог көмектесіп жатыр ма, көмектеспей жатыр ма, мен білмеймін. Мысалы, қазақтың психологы да логопедте ата мен әже болатын. Солар айналысатын мысалы. Тілі шықпаған балаға тақпақ үйретеді, неше түрлі айтады. Сосын енді менің өзімнің басымнан өткен нәрсе, жаңа сіз ең бірінші сұрақ сұрадыңыз ғой, өзіңіз бардыңыз ба музыкаға, сүйіспеншілікпен бардыңыз ба, жоқ зорлықпен бардыңыз ба деген сияқты. Мен айттым оны. Мысалы, мен өзім балаларым, мен машинамда, келіншегімнің машинасында да, өзімнің машинамда да арнайы қазақ музыкасы, қазақтың әндері, күйлері жақсы орындалған болса, эстрадамен де айтылған қазақтың әндері бар. 24 сағат демесем де балаларды алып жүргенде сол ғана тұрады. Дәл қазір менің 2-ге келген балам бар. Машина қазір мысалы барып алып қайтатын болсам, өзінің бір әндері бар анадан тыңдайтын. Одан басқа өліп кетсең де басқа әнге ауыстыртпайды, соны тыңдайды. Барғанда да тыңдайды. Анадан мен ығырым шығып, бір әнді қайта тыңдай берсең де, ығырың шығып миың ашып кетеді ғой. Бірақ мен шыдаймын, өйткені бала соны сүйіп тұр. Баланы тәрбиелеу деген нәрсенің де бір ұлттық өнерге тәрбиелеудің бір несі осы ғой деп ойлаймын мысалы. Көрдіңіз бе? Мысалы, Димаштың өзі де айтып жүр ғой, ата әжесінің тәрбиесінде болған бала, сондықтан ата әже мектебі бізде жойылды қазір, өкінішке орай. Қазір енді әсіресе мына жас буын, мен кейде ата-аналар жиналысына барам мектепке, таңғаламын. Бәрі мұғалімді түтіп жейді ата-аналар, әсіресе әйелдер қауымы, әйел аналар. Көбі еркектер бармайды жиналысқа, сосын әйелдер барады. Енді еркектер жұмыстан босамай ма, жоқ, әйелдері біз барамыз дей ма, барады да шуылдап, ешқандай шешіп жатқан проблема шулап,
әйтеуір бір кінәліні іздеп мұғалімді жылатып тұратын жерінде көрдім. Мгм. Сонда мен таңғаламын, ол қалай ол? Сосын ана менің балам бүйтпепті, менің балам былай қараса сіз бүйтіпсіз, қазақша айтқанда түкке тұрмайтын, мен сондай ата-аналарды көріп қайран қалып жүрмін. Сондықтан мектепке, қоғамға жауап беруге де болмайды. Мгм. Ата-аналар өзін тәрбиелеу керек қой. Әсіресе мына тәуелсіздік жылдары ата-ана болған, тәуелсіздік жылдары бой жетіп, отбасын құрған ата-аналар, жастар. Өте мен мысалы түсіне алмаймын олардың несін. Мгм. Сондай ата-аналар қалыптасқан. Иә біреудікін тыңдамайды, иә өздері жырғатпайды. Жаңа соның көбі шетелден оқып келген шығар мүмкін. Мгм. Білмеймін, бір қазақтың ұл қыздары сияқты емес. Сол жерде иә ауыздыға сөз бермейді, иә аяқтыға жол бермейді. Тындырып атқан шаруалар. Мен жиналыстарға барып қайран қалдым мысалы. Мгм. Ұлым, қызым оқиды ғой. Сосын бізде мектептерде мысалы тәрбие жұмысымен айналысатын, басқамен де айналысатын кілең әйелдер көп. Мгм. Музыкалық оқу орнында да сондай. Мен кейде жиналыстарына барғым келмейді. Сылтау айтып бармаймын. Ұлымның жиналыстары, ол не айтатынын мен білемін ол жерде. Шешетін ештеме жоқ, бөлініп кеткен ештеңе жоқ мысалы. Мгм. Түкке тұрмайтын бір анау қараса мынау бәйтіпті, мынау күліпті, анау ыржиыпты, соған жиналыс шақырып. Сондай болар. Менің келіншегім неде істеді бұрын, осыдан бір 10 жыл бұрын. Балабақша саласында осы методист дейді, сондай болып Мгм. жұмыс істеді бала тәрбиесімен. Сонда айтады, бір күні үстіңгі этажда жүредім, осы жердегі бір балабақшаның атын айтпай ақ қояйын. Олар шу боп ойбай, сіз келмесеңіз қырылдық жойылдық деп астында тәрбиешісі бар, ата-ана бар, шулап кетті дейді. Содан жүгіріп астына түссем, полицияны шақырыңдар деп ойбай, ой не болды мен методистпен жауап бердім. Мгм. Мына біреу бала деп айтты дейді, бір 2 жастағы ұл бала екен біреудің. Мгм. Ата-анасын шақырыңдар, ойбай масқара, қырылдық жойылдық. Сөйтсе ол жаңағы дамбалын шешіп тастап жүр екен жай. Мгм. Мысалы 2 жастағы бала. 2 жаста сол енді ойбай, ана қыздар көріп қойды, ойбай масқара, полиция. Сол күні айттым дейді, айналайын деп қойыңдаршы, жерден жеті қойын тапқандай. Мен 14-15-ге келгенше көлшікте балалармен бірге шомылғам. Ну что? Сіздер сонда жамандық, арамдық ойлағаннан басқа тірліктерің жоқ па? Не бопты, ол періште ғой. Мгм. Шауып жүре берсін. Мгм. Біреуді зорлап кетті ма сонша? Немене болды? Мына көрдіңіз бе, біздің психология бұзылған. Айтып отырмын ғой, мынандай адал балалар бар. Мен мақтанғаным емес, мен балаларыма боқтық сөзді ұқпайды, олар орысшасында, біз айтпаймыз үйде ондай нәрсені. Енді сондай ортада жүргенде менің баламды бір анандай балалар сияқты көретін сияқты, мен кейде таңғаламын. Ақыл есі дұрыс бала ұру керек, сабау керек, сосын не болу керек, боқтау керек. Жаңағы мен есіктің алдында отыра алмаймын дедім ғой, сондай болу керек деген нәрсе қалыптасқан сияқты. Мен соған бір жағы жиіркенем, бір жағы қайран қалам. Біздің қоғамның бұл келбеті, біздің ата-аналардың отбасында құндылықтың қандай екенінің келбеті осы. Мгм. Көрдіңіздер ме? Сондықтан егер ата-аналар енді қарсы болатын шығар, егер сондай шынайы тәрбие берген болса, ол менің соқыр емес қой, топ болып жүрген балалар үлкен отырма, әке отырма, аузына келген не болса соны сыбап, былапыт айтқанда өзің тұрып кетіп қаласың. Сонда қандай тәрбие ол? Мгм. Мысалы, көрдіңіз бе? Сондықтан бала тәрбиесі ең бірінші осындай болмашы дүниелерден басталады. Иә. Әрқандай проблема қалай дамиды? Қарапайымнан күрделіге дамиды. Ол бір-ақ күнде пайда болған нәрсе емес. Мгм. Ол жиналып солай болған. Оны біз демократияға баладық, әркім аузына келгенін айта береді дейді. Мысалы, сол балаларға қой десең, ол барып ата-анасына айтса, ол полиция осындай қылып жасап қойған. Сен қалай отбасы ұрпақ тәрбиесін қолға аласың? Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмаса сонда. Мгм. Не сонда менің көпіріп отырғаным бұл жерде мысалы да Сіздің осындай толып жатқан нәрселер бар. иә,
Сіз жаңа айттыңыз ғой, жаңа жиналысқа барған кезде мен көбінесе жаңағы аналар ғана барады деп. Иә. Әкелер, аналар өздері бірінші барғысы келетін шығар деп. Бұл жерде енді әкелердің бала тәрбиесіндегі рөлінің әлсіреп кетуі емес пе? Одан кейін екінші жағдай, қазір жалғыз басты аналар көп қой. Одан кейін ажырасу мәселе, жалғыз басты аналардан кейін ол ажырасу мәселесі шығады. Иә. Жалпы ажырасу, содан кейін бала тәрбиесіндегі әкенің рөлінің әлсіреп кетуі туралы не айтасыз? Әрине, енді жалғыз басты ана деген атау бізде жоқ еді ғой. Қазақта болмаған, ол әулетке, ол руға, ол сол қауым елге үлкен намыс болған. Әзір одан айырылдық қой, оны ашығын айтуымыз керек. Жалғыз басты ана, неше түрлі адам естімеген, ойынға кірмейтін атауларды қойып, олардың мәртебесін ажыратып, мысалы сөйтіп қойдық. Әрине әлсірейді. Әйел адам шойлайды, мысалы. Әйел адамдар енді бәрін жіңішкелеп, жаңағы мектепке барып шулап жүргеннің бір факторы, әйел адамдар бәріне болмашыны нетеді ғой енді. Кішкентай нәрсенің өзіне мән береді. Кейде бала болғаннан кейін ол балалық жасайды ғой дегенде нәрсе керек қой. Мысалы, жаңа 2 жастағы балада не тұр енді ода? Періште ғой ол. Мүшесін сүйіп алғың келеді, керек болса, мысалы. Бала ол, пәк. Күнәдан да пәк, бәрінен. Сонда мен ана дабдардай жаңағы үлкен қалыптасқан, соның бәрінің категориясы бар, сондай педагогтар оның бәрі. Соған миы жетпей ме деп мен таңғаламын. Қандай деңгейге түсіп кеткенбіз біз өзі деген ой келеді маған. Сіз сондай мамандарға біз ұлттық тәрбиені бер деп жүктеп қойдық. Ол қалай сонда? Өзіңіз ойлаңызшы. Бәрін психологтың көзқарасымен, бәрін Европаның стандартымен, мына ұлттық таным түсінік деген болады әрқандай ұлтта. Мысалы, Европаға барсаң, әкесі келсе қуып жібереді дейді, бар отырып тұр, біз тамақ ішіп алайық дейді, мысалы, баласы. Сіз сөйте аласыз ба? Бізде ол өте өрескел жаман нәрсе, мысалы, біздің ұлтта. Сол сияқты бізде толып жатқан ұлттық өзімізге тән неміз бар емес па? Таным түсінігіміз. Соған қарай жұмыс істеуіміз керек қой, мысалы. Біз енді сол ажырап қалған ұлттық таным түсінігімізді, тәрбиені қалай қайтарып ала аламыз? Ең бірінші бұл нәрсе тілмен келеді. Тіл болған жерде, тіл болмай бәрі бос сөз. Тіл болғанда оттың басы ошақтың қасындағы магазинге барып нан алып жейтін сөйлейтін қазақтармен тіл білемін де, олай емес. Біздің тіл, әрбір тіліміз, әрбір сөзіміздің артында үлкен мағына жатыр. Осындай ұлттық тәрбиені біздің қазақ біреуді сабап, біреуді асып қойып тәрбие берген жоқ. Әр бір ауыз сөз айтады. Әкесі әйеліне, әйелі баласына, даже ымменен, ишаратпенен тәрбиелеген қазақ кезінде. Ол сіздің ата-анаңызда да болды. Ата-анаңыздың әке-шешесінде де сондай болды, мысалы. Сондықтан бәрін сөзбенен шешіп отырған, сөзге тоқтаған ұлтпыз ғой. Тіл жоқ қазір бізде. Тіл кеткен. Ол үлкен фактор. Екіншіден, шынайы жүргізу керек. Егер шынымен де осы ұлттық тәрбиені қолға аламыз, осыны қалыптастырамыз десек, тіл жоқ деп неге айтып отырмын мен? Бізді басқарып отырған адамдарда тіл жоқ қой. Солардың тілі болса, егер ділі болады. Солар қолға алады оны. Мен екеуміз біз айтамыз өстіп. Қолымыздан келген нәрсені айғайлап, мысалы. Ертең іске асыратын бізден де құзыретті адамдар бар, органдар бар. Соларда тіл болса, соларда мына сана болады, ойлау жүйе болады. Сол арқылы мен соны айтып отырмын. Ал екіншіден, шынайы жасайтын болсақ, біздікі жай бос ұранды айта береді, айту керек, бүйту керек деп. Соны шынайы енгізуіміз керек. Өзі 30 жылдан бері айтып келе жатырмыз ғой, ұлттық құндылықты енгізу керек. Ұлттық құндылық енеді егер практика жүзінде қолдансаң. Енді 19 ғасыр, 18 ғасырға бару деген сөз емес ол. Осы заманға ыңғайлап та жасауға болады ғой, мысалы. Осыдан 10-15 жыл бұрын осы Астанада ұлттық киім киетін адамды санда бір көретінсіз, мысалы. Үдірейіп қарайтын бір ауылбай нәрсе сияқты. Қазір қалай? Әдемі ғой, мысалы. Сол сияқты шынайы талап ететін болса, бұл жасалады. Өзіңіз айтып отырғандай, біреу біліп істеп жүрген шығар, біреу білмей істеп жүрген шығар.
бирөө мүлдем естимеген шығар бұндай нәрсені. Біз енді шын айту керек, жаңа бәйтеректің жапырағы неге қурап қалды деп соның төбесіне қарап жүрміз, оның тамырына үңілуіміз керек деп ойлаймын. Менің білмейтінім 99, білетінім біреу ғана ғой, мен өзімнің өмірдегі тәжірибемнен айтып отырмын мысалы. Сондықтан ата-ана болу деген нәрсе бұл үлкен жауапкершілік. Мен де көп нәрсені жасай алып жатқан жоқ шығармын бала шағама. Мен де ертең осы студияға келіп айтқан және бір ата-анадан мен үйренетінім көп шығар. Мысалы, бірақ адам адалдан аспау керек. Ең бірінші адамсың ғой сен. Егер қиянатыңмен тапқан дүниең өзіңе көрінбесе, балаңа көрінеді. Ол ең басты мәселе. Осыны ойламайды бізде. Сіз байқайсыз ба? Бір үлкен адамдар болады. Құдай бетін арғысын, сап-салауатты. Бірақ соған таңғалып жатамыз. Осының осындай балалар осындай екен анау. Ол кісіге кім біледі, жаңағындай халалдан ас бермеген шығар мысалы. Ол басты мәселе. Мысалы, мен өз басым элементарный нәрсе ғой, осы тамақ алсам да, супермаркетке барсам да, көп жағдайда маған болады, артығымен ақша береді. Мен алмаймын, жеп алған нәрсемді міндетті түрде ақшасын төлеймін. Ол маған харам болады. Біз сондай тәрбие алғанбыз, мен ол бүкіл ата-бабамыз осындай жолмен жүрген. Адалдан ас жеу деген сол. Ол жерге түсіп қалған нәрсені арам, мына столда тұрған нәрсе алал деген ол мағынада емес, оның аясы өте кең. Бала білмейді ғой оны мысалы. Сіз келісесіз ба, мысалы, колбасаны сіз көрдіңіз ба? Мен көрдім. Арам өлген малды жинап жүретін Қытайда. Сасып кеткен өлікті. Малдың өлігін, өлексесін. Сол колбасаға өте дәмді болып шығады екен. Тышқан араласқан ішінде. Халал, сіз өзіңіз жасаған жоқсыз қолменен. Мысалы, барамызда, мысалы, фарш сала береміз магазинде. Қазақ малды неге мүшелеп сояды? Безін алып, қанын ағызып, дұғасын айтып, бісмілласын. Бірінші қанын тазалайды. Екінші мүшелегенде оның бүкіл жаңағы боғжыны бар, безі бар, соның бәрін алады. Фаршта сіз білесіз ба? Без бар ма, боқ бар ма ішінде? Айландырып жүрген ет мысалы. Міне, халалдан ас жеу деген осы нәрсе. Барып алған нәрсеңнен бастап бәрі үләйт етеді, әсер етеді. Керек болса, мысалы, ата-аналар ғой бұл жерде, басым ұлт қазақ қой. Бізде қарамайды оған. Көріп жүрміз ғой, шетелге де шығып жүрміз. Ондай нәрсеге көп мән бермейді. Әйтеуір тамақ болса болды, ұра береді, ол дұрыс емес. Қайдан білесіз? Көп деген қазір адамның миына сыймайтын аурулар қаптап кетті. Қайдан білесіз? Сондай тамақтан да болып жатқан шығар. Оған кім кінәлі? Ата-ана кінәлі. Ата-аналар бірінші кезде өзінен бастау керек. Өзінен бастау керек. Өзінен бастау керек болғанда көп ата-аналар ойлайды, баламыз шақырып алып сөйлестік, айттық, болды, енді ана ондай емес, ол толып жатқан нәрсе ғой, жаңағындай. Үйіңде қалай жүресің? Орыстар жүре береді, жалаңаш шортикті киіп алып, мынадан бүйтіп. Бізге жат нәрсе ғой енді. Біз байқайсыз ба? Орыс түшкірсе әупірім деп отыратын болдық. Орыс ұлы халық қой. Орыс озық ұлт. Оған күмәнім жоқ. Бірақ біздің алатынымыз бар, тастайтынымыз бар. Отбасымен түсе береді моншаға мысалы. Соны алғанда қазақтар бар, мен көрдім мысалы. Қалай сен тәрбие бересің? Сен өзің бөлек ұлт емессің ба? Жолың бар емес пе? Әдебің бар емес пе? Ибаң бар емес пе? Мысалы. Міне осындай дүниенің бәрі, оны мен естіп жатырмын. Анан айтады, анау мынаны айтады. Бәрі сол мектепті айтады, отбасын айтады. Жаңағы жеген тамақпенен осы тұрмыстағы бейәдеп нәрселер ғой, шомылудан бастап ішімнен естіген жоқпын, бірақ соны еске алуымыз керек. Оның бәрі әсер етеді. Мен барып жүрмін ғой, бардым ғой осыған дейін. Мен баруға қазір жалпы моншаға баруға мен өзім тыйым салған адаммын. Мысалы, болашақта жеке үйім болса монша соғып аламын, әйтпесе семьялық таза бірігіп, мысалы, сондай жерлерге ғана барамын. Өйткені ана жерде мен сол ортаны көріп, біздің қазақтың жаңағы айтып отырған құндылықтарымыздың қандай, сондай нәрседен басталады.
болмайтын нәрсені біз ескермей үлкен проблемаға айланып отыр қазір қоғамда. Өзбекстанға барып көрдіңіз ба? Жалпы мен Өзбекстанда 2 жыл жүрдім. Мен қайран қалдым. Жалаңаш әйел адам көрдіңіз бе Өзбекстанда? Жоқ, көрген жоқ. Кәдімгі юбкасын санына дейін көтеріп алған. Жоқ қой. Метроға түссең де, бізде сондай болғанбыз. Біз неге солай жүрмейміз? Айғайлап анаңды бірдеңе деген өзбек жоқ ол жерде. Айтсаң көмектеседі, сұрасаң айтады. Кішіпейіл бәрі. Бізде сондай халық болғанбыз. Міне, басқаны айтпай қояйық, өзіміздің бауырымыз ғой мысалы. Мгм. Міне, біз айтамыз, ойбай, жаңағы озып кетті бізден, ойбай, анау мынау. Несі озып кетті? Олардың адамшылық озып тұр ең бірінші бізде. Мгм. Сондай факторлар. Одан кейін барып ары қарай басқасы да жөнімен келіп жатыр. Иә. Бізге келген басқа ұлттар өзіміз қандаймыз? Бізге сондай позиция ұстанып отыр деп есептеймін мен. Мгм. Енді соңғы сұрағым болсын аға. Айтыңызшы, мынау қазіргі көпбалалы, енді өзіңіз көпбалалы әкесіз, сол көпбалалы әке ретінде жас әкелерге, өзіңізден кейінгі ер азаматтар, інілеріңіз бар, соларға қандай кеңес айтатын едіңіз? Енді мен біреуге ақыл айтуға әлі нем толмайды. Өзімді білмейтін нәрсем көп, әрине. Енді азды көпті тәжірибеммен айтатын болсам, енді бір тілек ретінде айтайын деп айтайын, ақыл емес. Жас отбасылары үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Ол сөздің бір жағында осы ұрпақ тәрбиесі тұр. Негізі ата-ананың ең басты жауапкершілігі, үйлендің ба, Құдайдан сұрап, бас қостың ба, Құдай саған ұрпақ берді ма, соны барынша адам етіп тәрбиелеу, ол сенің парызың. Жас болсаң да, кәрі болсаң да. Жаңағы оны енді қазір біз әйел адамның жауапкершілігі жоқ, еркектің жауапкершілігі жоқ деп бөліп алып айтысып жатырмыз ғой. Екеуі де жауапкершілікті болу керек. Ажырасып жатқан әйелдердің бәрі кінәсіз, еркектің бәрі кінәлі емес. Екеуінде де бар. Екі жақта да бар. Біз тең қарауымыз керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жастарға айтарым, сол ежелден келе жатқан үйлену оңай, үй болу қиын деген принципті барынша түсініп, ең бастысы өсіріп отырған ұрпақтарын адам етіп өсірсе екен деп тілеймін. Мгм. Қазақ етіп өсірсе екен деп тілеймін. Өзінің ата жолы, салты, дәстүрі, ибасымен өсірсе екен деп тілеймін. Біз сондай ғасырлар бойы қалыптасқан ұлтпыз, елміз, жолымыз бар, Құдайға шүкір. Сол бар болғандығымыздан, сондай мол тарихымыз, сондай жолымыз болғандықтан осы ұлан-ғайыр даланы бізге Құдай тағала, ата бабаларымыз қалдырып отыр. Бізге ешкім әкеп тегін сыйға тартқан жоқ бұны. Кәдімгі қанның, тердің арқасында келген жер, ел. Сондықтан осы дүниені, осы зымынды біз сақтап, болашақ ұрпаққа мәңгілік ел боламыз десек, бүкіл ата-ана осындай жауапкершілікті алу керек. Тек қана ақшаны ойлап, шетелден барып оқып кел, ертең әкім болып ұрлап, тек байы, туысқандарыңды жарылқа деген болмайды. Байлық деген қолдың кірі. Бәріміз де жақсы көреміз байлығанды. Мен қарсы емеспін, қазақ бай болу керек. Әнші бола ма, күйші бола ма, сантехник бола ма, бай болу керек. Бірақ орны бар. Ұрлап ешкім бай болмайды. Өзің бай боларсың, айланып келіп жаңағы ұрпағыңа тиеді сол ұрлығың, ертең ұрпағың жақсы болмайды. Қай заманда да, қай дәуірде де. Сондықтан осы принципті жақсы ұстау керек деп ойлаймын. Адалдан ас жеуіміз керек қой. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Тәлімді, тәрбиесі мол әңгімеңіз үшін көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен шығарылымымыз аяқталды. Егер осы әңгіме ұнаса, пікір жазып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.